Бюджет мунақашалары Украина үкіметі мемлекетінің яны малие весеқасыны қабыл етмек үшін парламент или субъект құрмаға азыр. Бұны баш назир Владимир Гройсман білдірді. Оның сөзлеріне көре 2018 сенесі девлет бюджетінің лейхасы инкишав бюджетідір. Эсас ноқталары тиббиет, тасил, мудафа. Эсас умделер арасында ғайры сафикелерінің 3% артмасы. Инфляция 7%, келер 33 миллиард доллар. Масраф 38 миллиард. Курс 30 гривна $1 ичун. Яны лейхада бергелерінің артмасы көзде тұтылмай. Ашғари айлық 16%-ға артажақ. Бесеқа әнді парламенті Дей Владимир Гройсман юқары радада жума күні тақдим етілежек. Цей бюджет передбачає. Bu iqtisadi inkişaf bюджетидир. Biz Ukraina seriyalı kuvvetlerini ve mudafa kompleksinin keyfiyetli suriyete temelerimiz. İqtisadiyyat inkişafının maliyevi temelerini yerine getirerimiz. Bu pek mühim. Tasil, saqlıq saqlaq salarının islatını, yol kuruculuğu, medeniyet ve ilim desteklevi diyeni bюджетinin esat noktalardır. Mütehassıslar ve deputatlar ile diyaloga hazırmız. Ama eminim ki bюджетni vaqtında kabul etmek gerek.